мысалы мешіт жамағат дінді ұстанып жүрген мешіттегі намаз оқып жүргендерге айтқым келеді, жүрегіңде күмәнің болса, онда ұстаздарға барып тіке сұра. Біреулер айтады, ұстаздың мысы басады дейді. Қайтейін мысы басса, сен қияметің тұр ғой мына Құдайдың алдында жауап бересің, пайғамбардың алдында ертең тұрып жауап бересің. Не біреудің мысы басты деп. Ол да адам ғой, соған сұрай бер бар да. Сұра, қама артынан ер, бар, жүр, сұра. Бірақ ешқандай күмәнің ештеңең жоқ болса, просто уақыт өткізу үшін атеистермен таласқан видеоларды көріп жата берме. Не керек саған? Атеистермен таласуға, видеоға шығуға болмайды деп айтқан жоқпын. Шығып жүр ғой Нұржан деген бауырымыз. Алла разы болсын, шығып жүр мысалы да. Ол болмайды деп айтқан жоқпын. Болады, бірақ кімдер үшін ол? Күмәндағылар үшін. Бірінші топта күмәндағылар үшін. Сен мешітке 5 уақыт намазға барып жүрген адамсың. Сен Құран тәжвидті түсіп оқып жүрген адамсың. Не қыласың сен оны көріп? Бірақ бірдеңе мақұл шығып қалма алдынан кірді. Нұржан ұстаз болсын, жаңағы исламды қорғап атқан, Алла разы болсын деп жазып кет болды. Қолдау үшін. Лайкын егер сол канал дұрыс канал болса, лайкын басып, ұстаздың өзінің каналы. Ұстаздың өзінің каналы болса, лайк басып кет. Болды, нең бар сенің отырып алып, үйде жатып алып, уақыт өткізіп қалғанда кім жеңеді екен? Мынау жауап бере алмай қалды. Логикалық ойлаудан қаш деп атқан жоқпын. Керісінше кітап оқы, Абайдың кітабын оқы, Мәшһүр Жүсіп кітабын оқы. Имам Ғазалидің кітаптары бар, логикалық дамытатын кітаптар көп қой өмірде, не деген кітаптар бар, дұрыс па?